Сәлем достар, сендермен бірге ер асыл. Бүгін біз елді шулатып жүрген Монстрде Джеффри Даммер киносы жайлы айтатын боламыз. 2022-нің қыркүйектің 21-інде ғана Netflix'те жарық көрген Джеффри Даммер киносы әлеуметтік желіні шулатуда. TikTok, Instagram сынды платформаларда Джеффри Даммер жайлы контент өріп жүр. Және де небәрі бір ай ішінде Netflix тарихындағы ағылшын тіліндегі ең көп көрілім жинаған сериялар арасында топ 2-ге жайғасқан. Осыдан ақ бұл фильм қаншалықты танылғанын көруге болады. Фильмнің режиссер қызметін Райан Морфи, Ян Бреннер атқарған. Ал басты рөлді Эван Детрис ойнаған. Бұл актер бізге X-Men, WandaVision киноларымен белгілі. Бұл кино жайлы білгішпек сыншылар айтқанда, оқиға өрнуінен көрі осы Эван Детристің актерлығы өте жоғары деңгейде болды деген. Шын өмірдегі псих сериал киллерді, оның болмысын көпке шынайы жеткізу оңай шаруа емес екені сізбен бізге белгілі. Ал енді кино жайлы айтсақ, бұл фильм 100% шын өмірден алынған. Бұл фильмнің атауындағы Джеффри Даммер шын өмірдегі сериал киллер, каннибал, жыныстық зорлаушы, гей. Бұл қандықол қылмыскер 1978 мен 1991 жылдар аралығында 17 еркекті ұрлап, зорлап, бауыздап, сойып, өлтіріп, етін жеп, дене мүшелерін үйінде сақтаған. Ал бұл кинода осы Джеффри Даммердің бала кезінен бастап үлкейіп қаншер болуына дейінгі оқиғаларды, оның өмір сүрген ортасы мен сол заманның қоғамын жақсы бейнелеген. Және кинода қалай Джеффри Даммер қарапайым отбасыда өсіп, осындай адам сеңсіз қылмыс жасайтын қанішерге айланғанын түсіндірмекке тырысқан. Джеффри Даммер 1960 жылдың мамырдың 21-інде дүниеге келген. Бала кезінде алдында айтып кеткендей қарапайым отбасыда өсіп жеткен. Бала Даммер өте тұйық, ұялшақ, момын болған. Ол жеткен сайын тұйықталып, қоғамдық белсенділігі мүлдем болмаған. Тіпті Даммерде қызығатын дүние, хобби, айналысатын еш нәрсесі болмаған. Бірақ ол жасөспірім кезінде ішімдік пен шөпті керектеніп бастаған. 1978 жылы ол орта мектепті бітіріп, 3 айдан кейін алғашқы қанды қылмысын жасаған. Сол уақыттарда оның ата-анасы ажырасып, ол жалғыз қалған екен. Санасында болып жатқан арам ойлар мен қанға толы өмірге қадам басуына тек өз-өзімен қалған сол уақыттары үлкен рөл ойнаған. 19 жасар Стивен Маркикс деген жігітті бірге ішейік деп Даммер алдап ертіп келген. Стивен мас болып, енді мен қайтамын дегенде, оны жанында тұрғаны зіл темірмен басынан бір ұрып өлтірген. Онымен қоса, небәрі 18 жастағы Джеффри Даммер Стивеннің мәйітін бөлшектеп, сойып, үйінің артына көміп тастаған. Даммер сол жылдың күзінде колледжге кіреді, бірақ араққа түсіп алқаш болып кеткен Даммер колледжден қуылып қалады. Содан болып оның әкесі Даммерді әскерге жібереді. Осылай ол 1981 жылы әскерден келеді. Сол кезде әкесі оны Висконсин штатындағы әжесінің үйіне жібереді. Ол жерде Даммер тек гейлерге арналған бар тауып алады, және Даммер гомосексуалдары ортасында уақытының көбін өткізетін болған. Ал біраздан кейін Даммер сол бардағы еркектердің ішімдігіне естірткі салып, оларды алдап үйіне алып келіп зорлайтын болған. Және осыдан болып Даммер 1982 мен 1986 жылдар аралығында заңға 1-2 рет тартылған. Бірақ ол қылмыстың зорлау, күш қолдану баптары бойынша емес, дөрекілік үшін заңға тартылған. Осылай уақыт өте алғаш кісі өлтіруінен 9 жылдан кейін Даммер екінші құрбанын өлтіреді. Осылай ол 1988 жылы 2, 1989 жылы 1, 1990 жылы 4 еркекті зорлап өлтірген. Даммер олардың суреттерін алып, бауыздап, сойып, мүшелері мен сүйектерін сақтайтын болған. Оның себебі ол құрбандарынан естелік қалғанын қалаған екен. Және ол енді тек адамдарды зорлап өлтіру ғана емес, адамды өзінің сөзіне 100% көнетін зомби секілді пәлекет жасауға тырысқан. Адамның миына ыстық су, лимон қышқылы секілді нәрселерді екпемен еккен. Және де Даммер әтейі қара нәсілді кедейлердің арасында тұратын болған. Себебі көршісі қанша рет Даммердің үйінен жаман иіс шықты, біртүрлі дауыстар шығады деп шағым айтса да, полицейлер мүлде мән бермеген. Ол заманның қоғамын білесіздер. Осыдан ақ сол уақыттың расист қоғамын көруге болады. 1991 жылы Даммер кезекті құрбаны қылу үшін Джесси Эдвард деген гей шоколадты үйіне алдап әкеліп, пышақпен қорқытып зорлағай жатқанда, Джесси амалын тауып қашып кетеді. Және ол полицияға хабар беріп, Даммерді ұстап береді. Осылай атақты Даммер ұсталады. Даммердің үйіне тінту жасауға келген полицейлердің аузы айқарадай ашылып, көздері шарасынан шыққанша қорқып кеткен. Даммердің үйінен 7 бас сүйек, тоңазытқыштан кәдімгі адамның басы және адамның жүрегі, барлық құрбандардың суреті табылған. Даммер барлық қылмысын мойындаған. Ол сотта қылмыстың 15 бабы бойынша 937 жылға сотталған.
Ары кетсе 70 жасайтын жарместі неге 937 жылға соттаған? Дамирді 1000 жасайтын жын шайтан деп ойлаған ба? Неге өлтіре салмады деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ заң сондай. Заң бойынша 15 бап бойынша жылдар қосылып 937-ге барған. Және Дамир түрмеде 2 рет соққыға ұшырайды. Біріншісінде жай ғана жеңіл жарақат алған. Ал 1994-ның қарашаның 28-інде душ тазалап жүргенде соққыға ұшырағанында бастан қатты соққы алып ол сол жерде көз жұмған. Осылай Киллер Дамир оқиғасы аяқталған. Дамирдің берген сұхбаттарында оның құрбандарының сүйек мүшелерін сақтайтын себебі оларды еске алып мәңгі өзімен қалғанын қалаған екен. Және ол кейбір құрбандарының жүрегін және қол бұлшық еттерін жейтін болған. Оның себебі ол сол адамдардың менің бір бөлшегіме айналып жатқанын сезім келген деген екен. Бұл кино шынайы өмірдегі оқиғамен кәдімгідей бірдей жасалған. Актер тобындағы адамдар шын өмірдегі адамдармен түр, сырт бейнесімен ғана емес, мінез, қылық болмыстарымен де қатты ұқсатылған. Бұл салыстырмалы видеоларда біз оригинал ролик пен кинодағы бейнелердің қаншалықты бірдей екенін көріп отырмыз. Жалпы киноның сапалы жасалғанын түсіндік. Бірақ енді біз басқа тақырыпта әңгіме айтсақ. Бұл кино шынайы өмірден алынған. Джеффри Дамирдің құрбандарының туыстары, жақындары, ата-анасы әлі бар. Ол адамдарға мына қанішер қанша қайғы қасірет әкелгенін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Бірақ әлеуметтік желіде Джеффри Дамирді ерекше псих, ақылды киллер деген секілді TikTok edit, Insta рилдері өріп жүр. Джеффри Дамирдің фанаттары да пайда болған. Әрине, оның ауданы жасөспірімдер. Өзін ерекше, басқаға құсамайтын, дара сезінгісі келетін жасөспірімдер үшін псих жынды деген керемет сезілетін болған. Бұл нағыз миды шайқағанның пропаганда. Қазіргі таңда медиаларда осындай жаман адамдарды көпке таратып, осындай адамдарды ерекше секілді көрсету билен алуда. Бұны көріп алған жасөспірімдер соған еліктеп, осындай адамдардан үлгі алуда. Бұл сұмдыққа шектеу бар ма? Әр нәрсені жан жағынан қарап ойланып көрейік.